Базарға балта алып барғандар ел жұрттың зәресін алды. Оралдағы бәйтерек сауда орнында қолдарындағы сойылына сеніп клиенттерге қоқан-лоқы көрсеткендер қолға түсті. Оларды әдетте жедел жетіп келетін полицейлер емес, сол жерде жүрген жүректі жігіттер ұстап, аяқ-қолын байлап тастады. Мінекей, бүгін базарда, кеше мектепте, соңғы кездері осындай оқиғаларды жиі кездестіріп жатамыз. Бұның себебі неде? Бұның себептерінің бірі мүмкін арамыздағы мейірімділіктің, арамызда махаббаттың болмауының себебі шығар. Өйткені Алла тағала мұсылманға бауыр немесе біреуге ешқашан зиян тигізбе деп бізге насихаттайды, бізге бұйырады. Абай атамыз да махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті дейді. Яғни Алланы жақсы көр, Алланы сүй, және оның жанында адам баласында жақсы көр дейді. Яғни діні бір болса, бауырым, мұсылман бауырым деп жақсы көр. Діні бөлек болса, адам болған үшін де жақсы көру, ол біздің міндетіміз. Оны құрметтеу, оны сыйлау, ол біздің міндетіміз болады. Яғни қандай жағдай болса да адам баласын құрметтеуіміз қажет екен. Мүмкін осындай бір арамыздағы сыйластықтың, құрметтің, махаббаттың, мейірімділіктің болмауынан осындай оқиғалар, осындай қатыгездіктер орын алып жатыр. Неге осындай қатыгездіктің себебі осындай мейірімділіктің болмауында шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Егер ойыңыз болса, жазып кетсеңіз болады.